Бүгін енді жалпы жарыс керемет сайыс болды деп ойлаймыз. Ұстаздар аламаны 2023 байқауы негізі жоғары деңгейде өтті. Барлық қатысушылар ойдағыдай дайындалған. Енді сайыс болғаннан кейін, жарыс болғаннан кейін жеңіс пен жеңіліс қатар жүреді. Бұл жерде оқ бойы оза шапқандар үздік деп танылды. Енді қазылар алқасында отырып біраз сын ескертулерді де аңғардық. Алдағы уақытта жас маман ғой енді бұл кісілер. 1-ден 3 жыл аралығында еңбек етіп келе жатқан. Алдағы уақытта бұның барлығы ескеріледі, орындалады, түзеледі деген ойдамыз. Осылай әрбір сындардан өту арқылы мұғалім жалпы педагог қалыптасады. Сондықтан жастардың бұл бастамаларына оң баға береміз және сәттілік тілейміз барлығына. Ұстаздар аламаны бірінші жыл емес, екінші жыл қатарынан қатысудамын. 2022 жылы орын алмадым әйтпегенде. Бірақ осы жыл қатарында 2020 жылы бас жүлде қанжығама байланыпты. Бұл жалпы конкурс 4 бағыттан тұрған болатын. 4-ші бағыт жоба, 3-ші бағыт жүзден жүйрік, сосын бір ситуациялық сұрақ, одан кейінгі сұрақ рас па, шындық па, жалған ба деген сияқты. Ал 4-шісі бұл жаңағы жоба. Енді бүгін бізде айтады қазақта бап шабам, бақ шабама дейді ғой. Сол себепті бүгін бағымыз шауып тұр екен, алдымызда шауып тұр екен, қанжығамызға сол бас жүлде бұйырыпты.